Сәлеметсіз бе, достар. Бүгін біз үй жағдайында пицца дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі тез, жұмсақ болып шығатын пицца. Бізге сүт және майды ертіп аламыз алдын ала. Көз мөлшермен мен жасадым. Мен 2 пиццаға жасап жатырмын. Салып, сосын 1 қасық тұз, дрожжды алдын ала көпіртіп алдым. Соны саламыз, сосын електен ұнды өткіземіз. 250-300 граммдай ұнды електен өткізіп алып, қамыр, жұмсақ қамыр илеуіміз қажет. Қамыр болғанша илейміз, бірақ қатты болып қалмауы керек. Егер қамырымыз қатты болып қалатын болса, пиццамыз жұмсақ болмай қалады. Сондықтан жұмсақ қамыр, бірақ қолға жабыспай тұру керек. Міне осындай қылып илеп, бетіне пищевой пленканы жауып, 15-20 минутқа жылы жерге бұрап қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз ашып дайын тұр. Осылай әдемі жұмсақ болып көтерілуі қажет. Енді мен бұны 2 бөлікке бөлдім және осылай мұқтаудың көмегімен илеп алдым. 30 сантиметрдей қылып жасаймын. 2 пицца шығады менде. Осылай әдемілеп жайып аламыз. Сосын табаға алдыңа мен сырды, колбасаны дайындап турап алдым. Сырды теркадан өткізіп алдым. Осылай табаға салып, кетчупты пайдаланып, немесе арнайы соуста жасасаңыздар болады. Кетчупты осылай бірінші қамырға жағып шығамыз. Әдемі бір тегіс қылып жағып шығамыз. Көп болып кетпеуі керек. Сосын сырды себеміз. Теркадан өткізілген сырды. Сосын колбасаларды қойып шығамыз. Сосын бір 10 минут уақыт өткеннен кейін қайтып шығарып, қайтып үстіне сырды тағы да сеуіп шығамыз. Сосын қайта духовкамызға 5 минуттай қойып шығамыз. Міне біздің пиццамыз дайын, жұмсақ әрі дәмді. Кафедегіден де өте дәмді пицца.